мына нәрсе қазір біздің ритуалдың главный мысығы болады. Гост. Сендер гостпен барлықтарын танысыңдар. Бұл менің бала кезден асырап алған өзім балам болып кетті. И қазір біз бұның ішіне бір мысықтың духын кіргізетін боламыз. Оның аты чеширский кот. Қараңдар, өзі безобидный, да? Күшті такой. И қазір духты ішіне кіргіземіз, не болатынын көреміз. Сендер маған өздерін айттыңдар оны. Видеоларын жіберіңдер, отметить етіңдер мені. ТикТокта, Инстаграмда мен оны байқадым. И давай түсірейін дедім. Бұны мысығы барлар ғана жасай алады. Өйткені мысықтың ішіне кіргізесің бұл духты. Мысығын жоқ болса, бұл жасалмайды. Каналға тіркеліңдер, достар, лайк басыңдар. Біз қазір госттың ішіне біріншіден мысықты алып, оның көзіне 10 секунд қарап тұру керек. Содан кейін қағазға чеширский коттың түрін саламыз да, бір сөзді мысыққа айтамыз. Содан кейін 3 рет чеширский кот, приди ко мне деп айтамыз. Содан кейін мысық бір мырр дейді о мысықтар. Сөйтіп жасаққаса, то чеширский кот келді деген сөз. И ол мысықтың ішінде, и ол даже сен мысығынмен ойнай алады екен. Ол ешқандай опасность жоқ одан, ол түкте жасамайды, өлтірмейді ешкімді. Ол безопасный категориясындағы дух. И ол 30 минуттан кейін өзі кетіп қалады. Так что экспериментті бастаймыз, практикаға көшеміз. Так, ал кеттік, ал бастаймыз, практикаға көшеміз. Бержан, дайынсың ба? Дайын, ассалаумалейкум. Сәлем бәріне, мені Бержан, көбілерін сұрадыңдар. Қазір біз мына біреу пәлеге чеширский котты салдырамыз. Қара көзін көрір. Еще қолмен бірден кесте қойды. Привет деп отыр сендерге. Прикинь? Екі рет сәлем деді. Ничего себе. Ладно, кеттік. Мен қазір кіргіземін мына ішіне духты. Тістей береді, мен қолдарымды ұрыңдар. И кеттік, ал мәсті камераны. 7, 8, 9. Все, так. Мысыққа 10 секунд қарадым, түрін салдым, чеширский коттан, шторды жаптық. Енді қазір мысыққа бүйтіп айтамыз. Я хочу увидеть чеширского кота. Я не причиню ему зла. Шторды жаптық. Так, енді 3 рет. Мына подопечный. Чеширский кот, приди ко мне. Чеширский кот, приди ко мне. Чеширский кот, приди ко мне. Көзім жұмда мен не істейміз. Значит, келді ма? Ішіне кірген жоқ. Анау еще странно мяулады, байқадың ба? Бұл бұндай дауысты шығармайтын туды. Гост? Гост?
Чеширский кот, ты здесь? Чеширский кот, ты здесь? Мына еще спокойно қарап тұр, құйрығына құйрық жұмырлауды. Біліп тұрған сияқты біздің түсіріп атқанымызды. Что забылется? Чеширский кот, ты здесь? Чеширский кот, ты здесь? Эй! Блядь, да-да-да-да. Совпадение мисхо был. Кратотный что ли? Чеширский кот, ты здесь? Гост? Яна миялағанды қалай бір түрлі кетті. Чеширский кот, ты здесь? Чеширский кот, ты здесь? Басқаша миялады. Еще, блин, сұрақ қойған соң ғой. Чеширский кот, ты здесь? Изак? Ебать, шушки, блядь, неге етіп тұрады? Напряжен. Ырылдады масаға. Ёб твою мать. Ей, кетшей. Не болды? Кетсі. Кыс-кыс. Гост? Что за фигня, блядь? Эй, Гост? Не болды? Камераға бүжірді өтір. Что такое, бля? Натуре кіріп кетті. Құдай сақтасын. Қайда? Достар, қайда? Анаған жатыр, анаған. Киса, кыс. Не болды? Ананың взгляды өзіне келді қайттан. Бағанағыдай емес, өзінің взгляды өтіп тұр. Ар жақта жатыр. Ей, бро, не үшін ол өйтті? Деді. Может, на камераның қызылына, жанып тұрғанда? Мана істеді ғой. Бірақ, я. Мана істеді ғой. Алдын алып қойдым, ұқсап отқан кезде. Ну? Бүйтіп істемейді. Құдай сақтасын. Ол рет істей алмайды ғой. Түкті істемейді, по идее. Но ананың дегені... Что-то странно. Жатыр, ана аяқта, ана жүр. Ей, бері кел, ау. Кел. Не болды? Гост, кыс. Не болды? Бері кел. Анау, қорқып тұр анау бірдеңкеден. Ана чеширский кот ол бірінші мысықтың ішінде болады. Ол еще шыға алады, ол дух. Не алады деді ғой. Я, мысықпен ойнай алады деді. Нау, Гост, басқа мысықты вообще көрмеген. Может, содан шошып тұрған жай еще ананың түрі қорқынышты ғой. Мынандай. Может, ол қорқытып жүрген шығар ананы әдейі, чеширский кот. Ол достар, ана, короче, анау мысықтың духы ұшып жүреді, ол шалады. Дух қой еткен. И түрі өте қорқынышты. А Гост не үшін деді, это жесть. Келдік па? Келді ғой?
шырылдамайтын еді ол не айтшы. Соға мен бірінші мурашкаларды көрсетейін. Бүйтсек па? Видеоны аяқтайық. Мысық қашан шығатынын білмейміз аяқтан. Не болатын барлығын сторисқа, инстаграмға или телеграмға саламыз. Достар, сөйтейік. Инстаграмымыз описаниеда, Биржан екеуміздің. И телеграм описаниеда. Қазір мысықпен бірдеңке болатса, мен сол жақтарға обязательно салам. Прям қазір қоямын. Может, уже болған шығар. Может, тұрған шығар. Кіріңдер телеграмға. И инстаграмдарға көресіңдер. Енді видеоны аяқтаймыз деп ойлаймын. Екен сағат қазір 2:15. Біз ұйықтаймыз. Сау болыңдар, рахмет көргендеріне. Мысықпен қазір алаңдамаңдар, уайымдамаңдар. Ол жарты сағатта кетіп қалады, уже қазір 10 минутта кетіп қалатын шығар ол. Вот. Каналға тіркеліңдер, лайк басыңдар, сендер маған мен жақсылық Бақытжан және Биржан. Сау болыңдар, достар.